Мына ассалаумағалейкум, құрмет көрермен. Қазіргі таңда хит болып жатқан ТВ-зона. Әркім өз үйіне жасағысы келеді, бірақ қымбат. Кім өз үйіне жасағысы келсе, осы видеоны көрсін. Қарапайым жолмен түсіндіріп өтейін өз шамам келгенше, және өзімнің білгеніммен мықты істеп жатқандар болса сөкпеңіздер, мен өз әдісіммен түсіндіріп өтейін. Мынаған мысалға 3 профиль кетті. 3 профиль аласыздар. Мынаның размері жас 2,15-те 1,22. Мынаның профильдің размері. Осыдан 5-5 сантиметрден шығарып, бетіне ламинат басамын. Гипсокартон емес, мен ламинат басамын. Негізі сол дұрыс. Өйткені ламинаттың бір жақсы жері бетіне гиппи мрамор болсын, бамбук панель болсын жапсыруға, сосын кейін ертең телевизор ілетін болсаңыз, ламинатқа шұрттай бересіз, ешқандай қорықпай ұстап тұрады. Сосын кейін осылай айналдырып қағып алғаннан кейін профильді мен мына жерге осындай қосымша бердім. Профиль жетпей қалып, направляющий қой жермен де. Сосын шетіне свет қоятын орынға мынандай кабель өгген. Кабель қаптайтын ба, кәдімгі обычный. Осындай светке айналдырып жүргіздім. Асты бар. Енді светін жалғаймыз, оның кабелін шығып тұр. Сосын кейін электрикке жүгінесіздер. Таныс электрик болса, осы тоғын жүргізіп аласыздар. Мына екі шетінде бір тұрады. Сосын кейін светін айналдырып, екі шетіне бір қоямыз. Мынандай лувер бар. Бетіне ламинат қоям, оның бетіне бамбук панельді клейлейтін боламыз. Осылай өздеріңізде жасап алыңыздар. Мына шетінде тумычық тұрады, астында тумычық тұрады. Рейкі, бетік бамбук панель, артында свет жанып тұрады, бірақ жанып тұрады. Сонымен кәдімгі өздеріңіз қызығып жүрген ТВ-зона пайда болады. Осылай сіздерде жасап алсаңыздар болады өздеріңіз. Міне осылай. Осындай істеп жатырмыз. Осы. Бізбен бірге болыңыздар, біткенін салатын боламын.